Баршаңызға сәлем. Бүгін біз бас топографиясы, оның ішінде бет бөлімінің ауыз қуыс аймағын талқылайтын боламыз. Ең әуелі шекарасынан бастайтын болсақ, мінекей мына суретке мән берсек, біз ауыз қуыс аймағын көріп тұрмыз. Оны жоғарыдан мінекей мұрын қуыс аймағы, төменнен иек аймағы, бүйірінен ұрт аймақтары шектеп тұр. Енді ауыз қуыс аймағының жоғарғы шекарасы деп біз өткен видеода да айтып өттік. Мұрынды бөліп тұратын қалқан болады дедік, мұрын қалқан немесе перегородка носа дейміз. Осы мұрын қалқанның негізінен осылай горизонтальды сызық жүргізетін болсақ, ол бізде ауыз қуысының жоғарғы шекарасы болып табылады. Яғни ауыз қуысының жоғарғы шекарасы бізде мұрын қуыс аймағынан бөліп тұрады, ол бізде мұрын қалқанның негізінен жүргізілетін горизонтальды сызық деп айтасыздар. Ал енді төменнен иек аймағынан бөліп тұратын шекарасы, ол иекте бізде қыртыс болады. Оны жаңа бет әлпетке қарасаңыздар көре аласыздар. Осы иек астындағы қыртыстың бойымен, яғни шамамен осы аймақ, мінекей иек астындағы қыртыстың бойымен жүргізілген горизонтальды сызықты біз ауыз қуыс аймағының төменгі шекарасы деп атаймыз. Ал бүйірінен, яғни осы ұрт аймақтарынан, ұрт аймағынан бөліп тұратын шекараны біз мұрын ерін қыртыстары деп айтамыз. Яғни носогубные складки. Мінекей осымен жоғарыдан, төменнен және бүйірінен бөліп тұратын шекаралар болады екен. Келесі, біз ауыз қуыс аймағын топографиялық орналасуына байланысты екі бөлікке бөлеміз. Ол ауыздың кіреберісі және меншікті ауыз қуысы. Олардың арасындағы шекара тіс және қызыл иек болып табылады. Сонымен сіздер былай айтсаңыздар болады, ауыз қуысы тіс және қызыл иек арқылы екі бөлікке бөлінеді. Ол ауыздың кіреберісі және меншікті ауыз қуысы. Енді ауыз кіреберісін біз латынша vestibulum oris деп атаймыз. Оның өзінің қабырғасы болады. Мінекей сырт жағынан шектеп тұратын шекарасы, немесе қабырғасы бізде жоғарғы және төменгі еріндер болып табылады. Ал бүйірінен бізде ұрт шектейді. Мысалы, мына жерде бүйірінен, мінекей аймақ десек, бүйірінен ұрт шектеп тұрады. Ал ішкі жағынан бізде тіс, тістің ұяшықты өсінділері және қызыл иек шектейді. Енді маңызды нәрсе, ауыз кіреберісіне бізде сілекей бездеріне түтіктер ашылады дейміз. Ол қандай бездер? Ең бірінші, ең үлкен сілекей безі бар ғой, бізде шықшыт безі. Осы шықшыт безінің түтігі мына жерде шамамен екінші азу тістің маңына келіп ашылады, және ұсақ түтіктер жаңа еріннің өзінен, ұрт аймағынан келетін, үлкен азулық бездерден келетін түтіктер бізде ауыздың кіреберісіне ашылады екен. Әрине олардың қызметі сілекей бөлу. Ауыз қуыс аймағының анатомиялық түзілімдерін білесіздер, яғни еріндер, жаңағы тіс, қызыл иек, ішкі жағынан тіл, бөбешік, мына жерде миндал бездері орналасады. Яғни ауыз қуысының анатомиясын сіздер ас қорыту жолынан екінші курстарда өттіңіздер, оны міндетті түрде бір қайталап шықсаңыздар болады. Ал біз қазір ең негізгілерін ғана айтып өтеміз. Жалпы еріннің өзінің қосылатын жерін commissura labiorum oris деп атаймыз. Ал жаңа қосылған жерін сонымен қатар ауыз бұрышы angulus oris деп айтсақ та болады. Енді еріннің жоғарғы шекарасы тура жаңағыдай, мұрын қалқаннан негізінен жүргізілген горизонтальды сызық, бүйірінен мұрын ерін жүлгесі, ал төменнен иек ерін жүлгесі sulcus menta labialis деп аталады. Мынау бізде sulcus nasolabialis деп аталады, яғни мұрын еріндік жүлге. Енді бұл жүлгелер неден шектейді десек, бізде ерін аймағын шектеп тұратын жүлге деп айтасыздар. Келесі, бізде еріннің өзі үш бөліктен тұрады. Терілік бөлігі, аралық бөлігі және шашты бөлік. Ол екінші курстың анатомиясынан қарап алсаңыздар болады. Мінекей терілік бөлігінің өзі көп қабатты жалпақ мезделмейтін эпителийден тұрады. Онда көптеген тер сілекей бездері болады, аз қозғалмалы болады және бұлшықетпен жанасып жатады. Енді аралық бөлігінің ерекшелігі, бұл жерде де жалпақ мүйізделетін эпителиймен қапталған және бетке қан тамырының көп болуы. Қан тамырының көп болуына байланысты да бізде ерін қызыл түске ие болып табылады. Сондықтан осы аралық бөлімнің біз еріннің қызыл қиюы деп атайды екенбіз. Ал келесі шашты бөлігі көп қабатты жалпақ мүйізделмейтін эпителийден тұрады және бұл жерде көптеген жаңағы еріннің бездерінің түтіктері ашылады. Сонымен қатар сізде топографиялық анатомияны өтіп жатқандықтан да мына жерде қабаттарын тоже толық айтып өтсеңіздер болады. Біз жаңа еріннің өзін үш бөлікке бөліп қарастырдық. Енді қабаттары десек, ең бірінші тері қабаты, тоже жаңағыдай мүйізделетін эпителий дедік, май бездері көп орналасады дедік, әсіресе ауыздың бұрыш аймағында көп орналасады екен. Енді тері асты қабаты бізде ерінде айқын емес, дұрыс жетілмеген болып келеді, және осы қабатқа бізде мимикалық бұлшықеттер бекиді. Ал одан кейінгі бізде бетке фация, сіздер білесіздер, кез келген бұлшықет бізде фациямен жабылып жатады. Енді бетке фация осы терімен бұлшықетті байланыстырып жатады екен. Келесі бұлшықеттік қабат бізде еріннің өзін құрайтын ауыздың дөңгелек бұлшықеті болып табылады. Міне қазір суреттен көріп тұрсыздар.
мінекей аузын дөңгелек бұлшық еді, ерін аймағында орналасқан. Келесі бізде осы қабаттан кейінгі бозбалдақ шыршасты қабаты кездеседі. Бұл жерде қан тамыры орналасады, яғни ерінді қанмен қамтамасыз ететін ол бет артериясының тармағы жоғарғы төменгі еріндік артерия болып табылады. Келесі шырышты қабат. Жаңа айтып өттік шырышты қабаттың ерекшеліктерін. Жалпы ол жерде тоже еріннің бездері, әртүрлі сілекей бездері ашылады дедік, және көпқабатты жабық мүйізделетін эпителийден құралады дейміз. Сондықтан да мынау сілекей бездерінің көп ашылғандықтан, ол жерде сілекей көп бөлінеді, сәйкесінше шырышты қабат бізде зақымдаса тез жазылады. Себебі сілекейдің құрамында сіздер білесіздер, әртүрлі ферменттер болады, ол бізде микробтарды жояды, осы қабаттың жазылуына көмектеседі екен. Меншікті ауыз қуысына тоқталатын болсақ, меншікті ауыз қуысын жоғарғы жағынан жұмсақ қатты таңдай, төменгі жағынан ауыз қуысының диафрагмасы немесе ауыз қуысының түбі деп атаймыз. Енді бұл ауыз қуысының диафрагмасының өзінің бірнеше бұлшықеттер құрайды екен. Қазір оны тоже жеке тоқталатын боламыз. Жалпы ең бірінші шекарасын айтып өтсек, сыртынан бізде тіс пен қызыл иек, тіс пен қызыл иек, ал артқы жағынан бөбешік дейміз, немесе оны біз убула деп атаймыз. Қазір суреттің жоғарғы жағынан мінекей бөбешік убула. Енді бүйірінен бізде таңдай, таңдай жұтқыншақтың доғалары шектеп тұрады екен. Сонымен шекарасын білдік меншікті ауыз қуысының. Енді келесі біз жаңағы айтып өткен ауыз қуыс диафрагмасын құрайтын бұлшықеттерге тоқталсақ. Мысалы, мына суретте мен сіздерге ауыз қуыс диафрагмасын құрайтын бұлшықеттерді көрсеткім келіп тұр. Яғни ең бірінші бұлшықет ол милохиоидеус деп аталады, яғни жақ сүйек тіл асты бұлшықеті. Мысалы, мына жерден 32-ші номермен көрсетілген, милохиоидеус. Шамасы мына жерден кесілініп тастаған ғой бұлшықетті. Осы жерде былай жауып тұрады. Енді келесі бұлшықет ол ек тіл асты бұлшықеті, мускулус гениоглоссус дейміз. Мінекей гениоглоссусты сіздер мына жерден 29-ші суреттен көріп тұрсыздар. Мінекей гениоглоссус, яғни ек тіл асты бұлшықеті. Және үшінші дигастральды бұлшықет. Оның ішінде алдыңғы қарыншасы. Мына жерде мінекей 30-ші номермен сіздер мускулус дигастрикустың бір бөлігін көріп тұрсыздар, алдыңғы қарыншаның. Сонымен жақ сүйек тіл асты бұлшықеті, ек тіл асты бұлшықеті және дигастральды бұлшықет бізде ауыз қуысының диафрагмасын құрайды деп айтасыздар. Анатомиялық түзілімде қатты және жұмсақ таңдайға тоқталатын болсақ, қатты таңдайды екі сүйек құрайды. Ол жоғарғы жақ сүйектің таңдайлық өсіндісі және таңдай сүйектің горизонтальды табақшасы. Сонымен қатар таңдайдың екі беті болады, мұрын қуысына қарап тұрған мұрындық беті және ауыз қуысына қараған ауыздық беті. Және таңдайдың қосылған жерінде бізде тігіс пайда болады. Оны рафи палати дейміз, таңдай тігісі дейміз. Ал тігістің жан жағында көлденең қатпар болады. Оны плици палатина трансверси деп атаймыз. Енді бұл айтылған заттарды сіздер екінші курстың анатомия кітабынан қарап қайталап алсаңыздар болады. Біз жалпыламай айтып өттік. Енді келесі жұмсақ таңдайға тоқталатын болсақ, жұмсақ таңдайды біз палатум моли деп атаймыз. Енді палатум молиның өзін сіздер білесіздер, оның ауыз қуысының артқы қабырғасын құрайтындығын және оның ортасынан таңдай тілшігі деген өсіндісі, оны убула дейміз. Енді мына жерде артқы бөлігінде таңдай пердесі орналасқан. Бұл пердені екі доға құрайды екен. Ең бірінші доғасы бізде таңдай тіл доғасы деп аталатын екен. Таңдай тіл доғасы аркус палата глоссис деп аталады. Ал одан кейінгі таңдай жұтқыншақ доғасы. Бұл бізде аркус палата фарингиус деп аталады. Мінекей бұл доғаларды білу маңызды, себебі олардың арасында бізде шұңқыр орналасады. Оны біз таңдай бадамша шұңқыры дейміз, яғни фуссула танзилярис дейміз, және бұл шұңқырда орналасатын таңдай бадамшалары, танзила палатинум, және олардың қабынуынан танзилит пайда болады. Бұл жерде мен сіздерге таңдай бұлшықеттерін көрсеткім келіп тұр. Олардың білу маңызды, себебі әрқайсысы маңызды қызмет атқарады. Мінекей мускулус тензо вели палатини деп тұрмыз ғой, 5-ші суретпен тұрған. Бұл таңдайды керетін бұлшықет. Оның қызметі тамақты жұтқан кезде таңдай пердесін керетте жұтқыншақтың мұрындық бөлігін жауып тастайды. Сол арқылы тамағымыз мұрын қуысына өтіп кетпейді екен. Одан кейін таңдайды пердесін көтеретін бұлшықет бар, мінекей мускулус левато вели палатини деп атаймыз. Бұл бұлшықет тамақты жұтқан кезде есту түтігін бітеп, ондағы қысымды арттыруға көмектеседі екен. Келесі бұлшықет мускулус увули дейміз, тілшіктік бұлшықет деп атаймыз. Оның қызметі тілшікті көтеріп қысқартуға қатысады. Сонымен қатар таңдайдың пердесін түсіретін де бұлшықет бар. Келесі ол бұлшықет мына жерде көрсетілмеген екен. Келесі таңдай жұтқыншақ бұлшықеті бар. Оны мускулус палата фарингиус деп атаймыз. Мінекей таңдай тіл бұлшықеті, таңдай жұтқыншақ бұлшықеті, мускулус палата фарингиус. Оның қызметі таңдай пердесін төмен тартады, жұтқыншақты тарылтып, ондағы ауаның тыныс алу жолына өтуін қамтамасыз етеді екен.
келесі қандай тіл болып шығады? Musculus palatal glossus дейміз. Мінекей 7-ші суретпен musculus palatal glossus. Бұл бұлшықеттің қызметі тіл түбірін көтеріп, жұмсақ таңдайды түсіреді де бізде аранды яғни таратуға көмектеседі. Мынаны біз басқаша аран дейміз, оны фаусис деп атайды. Келесі аздап тілдің анатомиясына тоқталып өтсек, мінекей сіздер білесіздер, тілдің ұшы және денесі болады, түбірі болады. Олардың арасындағы саналауды біз sulcus terminalis дейміз, яғни түбір мен денені бөліп тұратын шекаралық саналау, және ортасындағы сызықты біз орталық сызық дейміз, немесе sulcus medianus деп атаймыз. Енді тілдің өзі бұлшықетті орган болғандықтан екі түрлі бұлшықеттен тұрады екен. Ең бірінші қаңқалық бұлшықетті және меншікті бұлшықетті бар. Қазір оның бәрін тоже көрсететін боламын. Жалпы мына жерде суретте көрсетіліп тұрған нәрселерге толығымен тоқталып өтейік. Біз бұл жерде әртүрлі тілдің емізікшелерін көріп отырмыз. Мінекей нитевидный сосочки дейді, жіпше тәрізді емізікшелер. Одан кейін осы жерде конус тәрізді бүртіктер болады. Және бұл бүртіктерді негізгі барлық тілдің бетінде орналасады. Олардың қызметі тағамның температурасын және ауырсынуды қабылдайды екен. Одан кейін мына жерде грибковидный деп тұр, саңырау құлақ тәрізді емізікшелер. Олардың қызметі тілдің ұшында топталып орналасады. Тәттіні, қышқылды, дәмдіні сезуге қатысады. Көбінесе бүйір беттерінде, тілдің ұшына қарай, бүйір беттеріне қарай орналасады екен. Сосын жапырақша тәрізді бүртік бар. Ол бізде тілдің жиектерінде орналасады. Міне листовидный деп тұрмын, жиектерінде орналасатын. Оның қызметі ащыны, тұздыны, қышқылды қабылдайды. Одан кейін науашық және валик тәрізді дейміз. Ол бізде мына жерде тілдің түбіріне қарай орналасатын емізікшелер. Олардың қызметі бізде көп мөлшерде ащыны қабылдауға көмектеседі екен. Келесі мына суреттен біз тілдің бұлшықеттерін көреміз. Тілдің бұлшықеттері қаңқалық және меншікті болып бөлінеді. Қаңқалық бұлшықеттерге мына жерден біз тіл асты бұлшықетін көріп тұрмыз, musculus staphylococcusты, міне 15-ші суретте тұрған staphylococcus. Одан кейін 3-ші суретте musculus hyoglossusты көріп тұрмыз, яғни тіл асты тіл бұлшықеті, және келесі иек тіл асты бұлшықеті, оны біз musculus genioglossus дейміз. Мінекей 10-ші номермен тұрған musculus genioglossus. Және таңдай тілдік бұлшықет бар, musculus palatal glossus, ол мына жерде көрсетілмепті. Жалпы осы бұлшықеттер бізде тілдің қаңқалық бұлшықеттері болып табылады. Ал мына суреттен сіздер тілдің меншікті бұлшықеттерін көре аласыздар. Яғни жоғарғы төменгі бойлық бұлшықеттер бар. Біз оны латынша musculus longitudinalis superior inferior дейміз. Мінекей мына жерден anterior, міне алдыңғы бойлық бұлшықет. Осылай ұзынан кеткен бойлық бұлшықеттер бар. Бұл бойлық бұлшықеттердің қызметі тілді қысқартады, тілдің ұшын жоғары төмен көтеріп түсіруге қатысады. Одан кейін көлденең бұлшықеттерді көріп тұрмыз. Мінекей ұсақ 5-ші суретпен тұрған musculus transversus lingua деп аталады. Енді көлденең бұлшықеттің қызметі ол тілді көлденең енін кішірейту болып табылады. Сонымен қатар вертикальды бұлшықеттер бар, musculus verticalis дейміз. Оның қызметі тілді жалпайту болып табылады. Musculus verticalis мына жерде көрсетілмепті. Енді жалпы сіздер білдіңіздер, түсіндіңіздер деген ойдамын тілдің өзін, бұлшықеттерін, емізікшелерін. Енді айтып өткенде, оның қалай қанмен қамтамасыз етеді десек, бізде ол тіл артериясымен, яғни сыртқы ұйқы артериясының тармағынан келетін, одан кейін жекеленеді. Алдыңғы 2/3 бөлігі төменгі жақ сүйектің тармағы жаңағы nervus lingua тіл нервісімен, одан кейін төменгі 3/1 аймағы бізде тіл жұтқыншақ жүйкесімен жекелендіріледі. Тілдің анатомиялық құрылысына тоқталып өтсек, тісті латынша дент дейміз. Енді сіздер білесіздер, тұрақты тістер саны және сүт тістер санын, оған тоқталмай қояйық. Жалпы тістің түрлеріне байланысты да білеміз. Медиалды, латеральды күрек тіс болады, ит тісі, кіші азу тіс және үлкен азу тіс болады. Сонымен қатар ақыл тіс бар. Енді мына жерде тұрақты тістің формуласы және сүт тісті есептеу формуласы берілген. Егер қажет болса, видеоны тоқтатып жазып алсаңыз болады. Енді ең маңызды мына жерде тістің анатомиялық бөлімдерін айтып өтейік. Бізде тіс сауыты бар. Біз оны корона дентис дейміз. Мінекей 4-ші номермен тұрған тіс сауыты. Одан кейін тістің мойны бар, колум дентис дейміз. Мінекей 3-ші суретте тістің түбірі бар. Мына бөліктің бәрін біз 2-ші тұрған біз тіс түбірі дейміз, радикс дентис. Енді осы тіс түбірінің ұшын біз апекс радисис дентис деп атайды екенбіз ұшын. Одан кейін осы қуыстың бізде өзегі болады, сол ұшының, оны форамен апесис дентис деп атаймыз. Және осы тесік өзек арқылы жаңағы ішіне қан тамыр, нервқа бай жаңа пульпа толтырып жатады екен. Бұл қуыс түбіріне қарай жіңішкеріп келеді де бізде каналис радисис дентис деген каналды құрауға қатысады екен. Міне мына жерде бірінші каналды көріп тұрмыз.
Енді тістің қатты затын сіздер білесіздер, негізгі массасы әрине дентиннен тұрады тістің, одан кейін дентиннің сыртқы беті эмальмен қапталады, және тіс түбірі және мойны цементпен қапталып жатады. Және тіс сауытының жаңа бес бетін ажыратамыз: алдыңғы кіреберістік, тілдік, контактылық, медиалды дистальды беті, таңдайлық бет, окклюзионды бет. Мұнда окклюзионды деп отырғанымыз төменгі жоғарғы жақ сүйектің бір-біріне қараған тегіс беттерін айтады екенбіз. Енді мына жерде тіс түбірінің фиксациялық аппараттары берілген: перидонт және пародонт дегеніміз не? Перидонт ол тісті бекітіп тұратын тістің түбірі мен ұяшықтың арасында орналасқан дәнекер тінді байламдар болып табылады. Ал пародонт дегеніміз тістің түбірін қоршап тұрған пелидум, жаңа ұяшықтың қабырғасы, ұяшық өсінділерінің бөлігі болып табылады. Ал тіс пен жақ сүйектің сәйкес келетін бөлігін тіс жақ сүйек сегменті деп атайды екенбіз. Енді ертең топкадан сізден тіс туралы сұрамауы да мүмкін. Енді сіздер бұның бәрін анатомиядан өтіп кеттіңіздер ғой, но все равно өзіңіз үшін қайталап алсаңыз болады. Келесі маңызды құрылым ол Пирагова-Вальдеев сақинасы болып табылады. Мысалы, мына суретке мән беретін болсақ, мінекей бұл сақинаны қандай бездер құрайды? Ең бірінші танзила палатина, оны біз таңдай бездері, миндалинасы деп атаймыз. Ол бізде жаңа көрсеттік қой суреттен, аркус палата глоссус, аркус палата фарингиус деген доғалар болды ғой, сол доғаның арасындағы шұңқырда бізде осы танзила палатина орналасады екен. Келесі түтікті миндалиналар, оны біз танзила тубария дейміз. Ол бізде көбінесе есту түтігінің жұтқыншақтық өзегіне, сол өзекке қарай жақын орналасады. Ол да бізде жұп бездерге жатады. Келесі тіл бездері, танзила лингвалис. Мінекей суреттен де қарасаңыздар болады, қандай мінекей таңдай бездер орналасты, тіл безі орналасты. Бұл бізде тақ безге жатады. Ол көбінесе тіл түбірінің артында орналасады екен. Келесі без ол жұтқыншақ миндалиналар, немесе аденоидты миндалина дейміз, танзила фаринге. Ол көбінесе носоглотканың, яғни жұтқыншақтың мұрын бөлігінің артқы қабырғасында орналасады екен. Мінекей суретті жақындатып тағы да қарап алсаңыз болады, қандай бізде бездерден құралатын, Пирагова сақинасын. Келесі маңызды құрылым ол бізде сілекей бездері. Сілекей бездерін гландуля саливалис деп атаймыз. Және ауыз қуысында сілекей бездері екі топқа жіктеледі: үлкен бездер және кіші бездер. Кіші бездерге жататындар ол көлемі 1-5 мм-ден аспайтын бездер, яғни ерін бездері, ұрт бездері, үлкен азулық бездер, таңдай және тіл бездері жатады. Ал ауыз қуысының үлкен сілекей бездеріне жататындар ол мысалы мына картинадағылар: шықшыт безі жатады, мына жерде тіл асты безі жатады, төменгі жақ астылық безі жатады. Яғни гландуля паротиди, гландуля сублингвалис, гландуля субмандибулярис. Енді соған сәйкес, мысалы, осы околоушная шықшыт безі қабынатын болса, біз оны паротит деп атаймыз. Енді бұл әр бездің өзінің түтігі болады екен. Яғни осы түтігі арқылы шырышты қабатқа барып сілекей бөледі, шырышты қабатқа шығады. Мысалы, шықшыт безін алайықшы. Осы шықшыт безінің мына жерде бізде ұрт бұлшық еті болады. Сол бұлшық етті тесіп өтеді де өзінің түтігін екінші азу тістің тұсына келіп ашады екен. Екінші азу тістің тұсына келіп ашады. Одан кейін тіл асты безі бар. Міне тіл асты безінің өзі жақ тіл асты бұлшық етінің аралығында орналасады. Ол ауыз қуысының түбіне барып, сол жерден тілдің тіл асты бүртігіне ашылады екен, өзінің түтігін ашады екен сол жаққа. Енді төменгі жақ асты безін көріп тұрмыз. Мінекей төменгі жақ асты безі, оның өзі жақ тіл асты бұлшық етін тесіп өтеді. Мінекей мына без жақ тіл асты бұлшық етін тесіп өтеді. Тіл асты безінің түтігімен бірге, мысалы, тіл асты безі, мінекей соның түтігімен бірге бізде тіл асты бүртігіне қарай ашылады екен. Мінекей әрбір бездің өзінің осындай шырышты қабатқа ашылатын түтіктері бар. Келесі маңызды құрылым ол фосса птеригопалатина деп аталады. Мінекей қанат таңдай шұңқыры. Оны білу өте маңызды. Себебі болса, қанат таңдай шұңқыры бір өзі бірнеше аймақпен байланыстырып жатады екен бас сүйегін. Енді бұл жерде плюс айтып кетсек болады. Жаңа қатты таңдайды айттық қой құрылысын. Осы қатты таңдайды қанмен қамтамасыз ететін артерия палатина майоры бар. Ол бізде артерия максилярисінің тармағы болып келеді. Осы таңдайлық артерия бізде каналис птеригопалатина арқылы өтеді екен. Және сонымен қатар бұл жерде нервус палатинус тоже қатар жүреді. Сіздер білесіздер, артерия вена жеке үшеуі дос. Әрдайым артерия жүрген жерде нерв та венада жүреді. Енді не всегда, иногда исключение болуы мүмкін, но в основном артерия мен жекені дос деп айтамыз да. Енді келесі, мысалы, осы қанат таңдай аймағы қандай бөліктермен байланысып жатады? Мысалы, мына жерде тоже кесте бар, қарап жазып алсаңыздар болады. Мінекей
қанаттандай шұңқыры бізде өзінің 5 тесігі болады екен. Және сол тесік өзектер арқылы бас қуысының басқа да аймақтарына байланысады. Ол бізде жоғарғы ямка, бізде анау төменгі көздік саңылау арқылы бізде көз аймағына өтеді. Сонымен көз аймағын байланыстырып жатады. Ал медиалды жағынан ол мұрын қуысына байланысады. Яғни қанаттандай өзек арқылы мұрын қуысына байланысады. Ал артқы жағынан ол бізде дөңгелек тесік арқылы кіреді да, жаңағы ненің бас сүйектің ямкасына, яғни шұңқырына қарай байланысып жатады. Және төменнен крыловидный канал арқылы өтеді. Және дальше төменнен небный канал дейміз, яғни таңдайлық канал арқылы ауыз қуысына байланысып жатады екен. Енді сондықтан да постптеригопалатинаның қандай аймақтармен байланысатынын біліп, біз мысалы қабыну процестері болса, оның қай аймаққа таралу мүмкіндігін де анықтай алады екенбіз. Сонымен достар, ауыз қуыс аймағы туралы лекциямыз аяқталды. Сіздерге бәрі түсінікті болды деген ойдамын. Енді достар, мұнда ескере кететін нәрсе бар. Яғни біз жаңа тілдің, тістің, жалпы барлық ауыз қуысындағы құрылымдардың анатомиялық құрылысына толығымен тоқталуға тырыстық, және негізгі дегендерін айтып өттік. Енді сіздерден сабақта ол құрылыстарды толық сұрамауы мүмкін. Мысалы, тістің анатомиялық құрылысын айт деп айтпауы да мүмкін. Бірақ сіздер ең негізгі деген бұл жерде білу керексіздер, жаңағы шекарасын, қандай бөлікке, мысалы, кіреберіс, ауыз қуысы, меншікті аймағы дедік қой. Соның шекараларын білу керексіздер, қанмен қамтамасыз етілуін, жекелендіруін, және қандай бұлшықеттер бар, бізде ауыз қуыс түбін құрайтын, соларды тоже міндетті түрде білулеріңіз керек. Енді достар, енді келесі сабақ беттің басқа да аймақтарын талқылайтын боламыз. Міндетті түрде еңбекті бағалап, каналға тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Және осы лекцияны алатын болсаңыздар, төменге ссылка қалдырып кетемін, телеграм каналдыға, сол жерге жазсаңыздар болады. Аман сау болыңыздар.